Құрметті ата-аналар, бүгін сіздерге үй жағдайында балаларға әріптерді үйрету ойынын көрсететін боламын. Бүгінгі біздің ойынымыз түрлі түсті әріптер деп аталады. Олай айталу себебі біз түрлі түсті сіріңкелерден үлгіге қарап әріптер құрайтын боламыз. Бұл ойынның мақсаты түстерді тануға және де ұсақ қол моторикасын дамытады, және де әріптерді үлгі бойынша құрастырып атауға баулиды. Бүгін бізге керекті заттар сіріңкелер, яғни сіріңкелерді біз түрлі түске бояуымыз қажет. Екінші, ақ қағазға керекті әріптерімізді жазып алуымыз керек. Осы әріптерге қарап, бала керекті әріптерді құрастыру қажет сіріңкелерді пайдаланып.